Сайын Шапағатов ауылынан Ұлы Отан соғысы ардагерлеріне арналған стелла боздақтарына арналған стелла орнатылды. Ауданымыздың Фурт-Шевченко қаласындағы орталық саябақтың төрінен осы құрметті азаматтардың естелік тақтасы орнатылды. Ақшұқыр ауылынан Сүлеймен атындағы спорт кешенін қолданысқа беруді жоспарлап отырмыз. Фурт-Шевченко қаласының орталығынан Мұрынжырау Сеңгірбек атындағы музейдің құрылысы аяқталуға жақын. Ауданның орталығы Фурт-Шевченко қаласында 200 орындық кинотеатрдың құрылысының басталуы біздің жалпы жастарымыз үшін үлкен қуанышты жаңалыққа айналды. Рухани жаңғыру бағдарламасы бұл бір мемлекеттің қажеттілігінен ғана емес, қоғамдық қажеттіліктен туып отырған халықтық бағдарлама болып есептеліп отыр. Шын мәніне келгенде негізгі бұл бағдарлама сананы жаңғырту және біздің ұлттық құндылықтарымызды сақтау, дамыту. 2017 жылы біздің Маңғыстау өңірінде 11 миллиардтың, 2018 жылы 6 миллиардтың, 2019 жылы 12 миллиард 600 миллионның қаржысына көптеген жұмыстар атқарылды. Республика бойынша біздің Маңғыстау облысы жалпы меценаттық, азаматтық парызды өтеудегі жұмыстан көш бастап тұр. Туған жер жобасы аясында Ақшұқыр ауылының тұрғыны Жаңабай Оспанға 7 миллион теңгеге дейін ауыл тұрғындары қаржы жинап үй салып берді. Дін және радикализм деп отырғанымыз осы ұлттық радикализмге ұшыраған адамның бірінші бойындағы қабілет бұл ұлттық кодты жұлып алады. Одан кейін барлық идеологияны бойына сіңіреді.